10 күннен кейін қызметіне қайта кірісетін ақш-тың ескіде жаңа президенті Дональд Трамп барқадар тауып бір орында отыра алатын емес. 71 жастағы саясаткер апаттың артынша бірнеше қатқыл мәлімдемелер жасады. Трамп мырза бұл сұмдық оқиғалардың барлығына өзінің оппоненті Джо Байденнің әкімшілігін кінәлады. Сондай-ақ Калифорния штатының осы оқиғалардан соң экономикасы айтарлықтай құлдырайтынын да айтып қалды. Аймақтағы ең үлкен үйлердің біразын тілсіз жау тып-типыл етті. Олардың басым бөлігі әлемдегі қымбат виллалардың қатарына жатады. Жылжымайтын мүлкінен айырылған қалталы азаматтар басқа қалаларға қоныс аударады. Сақтандыру компаниялары да тығырыққа тірелді. Себебі әңгіме миллион емес, миллиардтаған доллар төңірегінде өрбіп жатыр. Ал президенттігінің соңғы күндерін өткізіп жатқан Джо Байденнің суға кеткен талғармайды демекші, өзінің абыройын сақтап қалу үшін барлық айыптауларды жұтып басын изегеннен басқа амалы жоқ. 82 жастағы саясаткер қазір жұрттың есінде қалатын жұмыстар жасағысы келеді. Ол үшін Ақ үйдің уақытша қожайыны келтірілген барлық шығындар өтеледі деп уәдені үйіп төгіп берді. Біз жағдайды реттеу үшін қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Бірақ оған уақыт қажет. Қызыл жалын келтірген шығынды толық өтейміз. Зардап шеккендер мен опат болған азаматтардың отбасына материалдық өтемақы төленеді. Төтенше оқиға менің тікелей бақылауымда. Қазір тілсіз жаудан Лос-Анджелеске жақын маңдағы 300 мыңнан астам баспана мен кәсіпорындар тас қараңғыда қалды. Себебі қызыл жалын электр бағаналарын да жағып жіберген. Жергілікті синоптиктердің болжамынша, орман өрті өршіген тұста екпінді жел ең кемі ертеңге дейін жалғасады. Табиғаттың тосын мінезден өрт сөндірушілер лапылдаған жалынды сөндіре алмай сергелденге түсті. Қайыркен Отынша, Сапархан Габжалелов.